Батыс қазақстандықтар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 2023 жылы 78 миллиард 91 миллион қаржы төлеген. Ал 2024 жылы бұл қаржы 83 миллиард 890 миллион теңгеге жету керек деген жоспар бар. Жалпы Батыс Қазақстан облысы бойынша бар жоғы 700 мыңға жуық адам тұратынын айта кетейік. Енді өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдары осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен бері қарай жаңа айтып өттім, медициналық көмектің көлеміне, денсаулық сақтау саласына бюджеттен тыс 2,5 триллиондай теңге бөлінді. Ол дегеніміз медициналық қызметке бөлінген қаражаттың 2,5 есе өскендігін көрсетіп отыр. Сонымен қатар енді осы қаражаттың көбеюіне байланысты міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен бері қарай жалпы азаматтардың медициналық көмекке деген қолжетімділігі артып келе жатқанын атап өтуіміз қажет. Қордан бөлінетін қаржыға негізінен диагностикалық және лабораториялық зерттеулер жүргізіледі. Бұдан бөлек кардиохирургиялық, нейрохирургиялық оталар мен экосынды қымбат медициналық қызметтерге де қордан қаржы бөлінеді. Емханаларда КТ, МРТ аппараттарына түсу үшін жолдамалар беріліп келеді. Бір әттеген-айы бұл қор медициналық ұйымдардың жұмысын жақсартуға атсалыса отыр. Халқы 1 миллионға да жетпейтін Батыс Қазақстан медициналық қорға 80 миллиардтан астам қаржы құйып отыр. Бұл қаржыға емханалар мен ауруханалар үшін мемлекеттік бюджеттен түсетін ақшаны да қосыңыз. Бірақ медициналық қызметтің сапасына сын көп. Халық қор басшысына да арыз шағымды топырлатып жатыр. Кол орталығына түсетін 14 кол орталыққа түскен немеске сайтқа түскен арыз шағымдар бойынша тоқталатын болсақ, Батыс Қазақстан облысы бойынша 2024 жылдың 1 қаңтары мен 1 қыркүйегіне дейін 536 шағым тіркелді. Бұл өткен 2023 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда 20 шағымға аз, яғни былтырғы жылы 556 арыз шағым тіркелген. Енді осы арыз шағымдарының құрамына тоқталатын болсақ, негізінен арыз шағымдардың көп түсуі бұл медициналық көмектің сапасына. Одан кейінгі медициналық көмектің қолжетімділігіне. Қала берде дәрі-дәрмектердің уақытында берілмеуіне. Арыз шағымдар түскеннен кейін ол біздің мониторинг бөлімі арқылы тексеріледі. Егер де арыз шағымдар негізді болатын болса, оларға экономикалық шара қолданамыз. Батыс Қазақстан облысында биылғы жылы мемлекеттік сатып алулар арқылы қордан ақша алу үшін 56 медициналық ұйым келісімшартқа отырған. Олардың ішінде 37 мекеме мемлекеттік медициналық ұйым болса, қалған 19-ы жеке ұйымдар. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.